Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Айдана. Біз бүгін асқабақтан жасалатын самса дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырын дайындау үшін ұн және де қопсытқыш бөлме температурасында тұрған сары май қажет болады. Барлығын осылай араластырып, сары майымызды ұнымызға біріккенше араластырып аламыз. Және де бір жұмыртқаны, содан соң қаймағымызды салып, жұмсақ қылып, қамыр илейтін боламыз. Сіздерде қаймақ болмай қалып жатса, айранмен де дәл осындай жұмсақ қамыр илеуге болады. Ешқандай затты артық қосудың қажеті жоқ. Кішкене ұзақ уақыт осылай қолымызбен илейтін болсақ, бізде дәл осындай жұмсақ қамыр шығады. Яғни құрамына қанша зат кеткенін описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жақтан қарап, жасай берулеріңізге болады. Ендігі кезекте біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге асқабақ, пияз және де құйрық май қажет болады. Мен асқабақ қыстың күні тоңазытқышта сақталған, яғни тоңазытқыштан шығарып, бөлме температурасында жібіп тұрған асқабағымды сыртын ашып, дәл осылай кішкене бөліктерге бөліп, яғни кубиктап турап шықтым. Дәл солай пиязымызды да турап шығатын боламыз. Және де құйрық майымызды турап, майдалап, тұз бұрышын дәміне қарай қосып, салманы жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді сіздер зира қоссаңыздар, сонда ерекше бір дәм береді. Яғни өзбек самсасының дәміне ұқсас болады. Мен кез келген самсаға зираны қосуды ұмытпаймын, міндетті түрде қосамын. Сонда сіздердің самсаларыңыз ерекше болып шығады. Ең соңынан аздап сұйық май құйып жібереміз. Және де менің видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Келесі жолы менің салған видеом міндетті түрде сізге бірінші болып көрініп тұратын болады. Енді тынған қамырымызды алып, дәл осылай екі бөлікке бөліп, дәл видеодағылай ұзынша қылып илеп аламыз, және де кішірек бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Бұл тестамен, яғни бұл қамырмен түрлі самса жасауға болады. Мен дәл осы қамырмен тюльпан самсаларын жасаған едім. Менің каналыма өтіп, видеодан қарап көрсеңіздер болады. Дәл осы қамырмен жұмсақ және де оңай жасалады. Уақыттарыңыз аз болса, жасап жіберуге болады. Мен самсаларымды дәл осылай түйіп шықтым. Түйу жолы өте оңай. Видеоны асықпай қарап отырсаңыздар, үйреніп алуға болады. Дәл осылай барлық самсаларымды түйіп шығып, противенға салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Бетіне жұмыртқа жағуды ұмытпаймыз. Яғни жұмыртқаның сарысын кішкене сүтке араластырып, жағып шығатын боламыз. Және де әдемілік үшін кунжут немесе макс ебулеріңізге болады. Мен макс еуіп шықтым. Сондай әдемі болып көрінеді. Біздің самсаларымыз осымен дайын, ыстықтай. Үйдегілерге ұсына берсеңіздер болады. Осындай нәзік және де жұмсақ самсалар дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.